Leyla Əsətullah bizi qonaqda. Leyla xanım, қайырлы күн. Қош келдіңіз тағы студиямызға. Енді бүгін бізді көріп отырған көрермендерімізге қандай жаңағы әшекей бұйым жасаймыз, соны өзіңіз толыққанды түсіндіріп өтсеңіз. Біз енді өткен жолы сіздермен бірге алқа жасап үйренген болатынбыз. Енді бүгінгі сабағымызда біз сол әсем алқаға арналған қолға тағылатын білезікпен сырға жасап үйренетін боламыз. Ол үшін бізге арнайы алдында айтып өткендей қажетті фурнитура бар. Міне магазиннен цептер болады. Мындай цепті сатып алсаңыз болады. Қалаған түсін өзіңізге, не сары, не ақ түсін. Және өткенде біз тағы айтып кеткенбіз, пыйный деген болады бізде деп, шеге тәрізді. Міне соның бүгін үшінші түрі басы домалақ болып келген, өте жіңішке, нәзік көрінетін әшекей бұйымымызды әдемі көрсету үшін. Және де бізге керегі, біз енді өткеннен ақ түстен бастадық, тағы да ақ түсті алып келдік. Бұл жолы енді тағы да айта кететін, ол түсті өздеріңіз таңдай бересіздер, кез келген киімнің түсіне байланысты. Бізде хрустальдар жазып алсаңыздар болады, бұл 8-дік размер және 6-лық размер. Бұл да хрусталь. Хрусталь. Хрустальдардың екі түрі болады. Біреуі кәдімгі стеклянный хрусталь, екіншісі хамелеоновый дейді. Мен екі түрінен екі түрлі размерден алдым. Кәдімгі жай хрустальдың 8-дік размерінен, хамелеон хрустальдың 6-лық размерінен. Неге мен хамелеон қосып жатырмын? Себебі хамелеон бұл светте неше түрлі түс беріп, біздің әшекей бұйымымызды әсем көрсету үшін мен арасына бір 10-15 шақтысын қосуды жөн көрдім. Және бізде үйреніп қалғанымызда өзімізде жемчуг, маржан моншақтары 6-лық размермен мен 4-дік размерді алдым. Осы үшеуін араластырамыз ғой енді, Лейла. Осы үшеуін араластырып. Және де мен тағы қоса кететінім, мынау маржан түсі моншақтың өте кішкентай размер, 4-дік размерін алдым. Себебі неге десеңіздер, енді браслет білезік қолда тұрғандықтан оның ауырлығы онша білінбейді. Енді ал сырға құлақта табатын болғандықтан сырғамыздың жеңіл болғаны дұрыс. Сол ішіне майда моншақтарды сырғаға арнап алдым. Енді бүгін біз көріп отырған көрермендерге ең әуелі сырғаны жасап көрсетеміз бе, әлде қолға тағатын браслет жасаймыз ба? Өйткені оңайы сырға болып тұр ғой бізге. Ал қымбатты көрермен, ендеше біз Лейла ханымға іске сәт дейміз. Олай болса бірге тамашалайық. Мынау тұрған цеп, өздеріңіздің ұзындығы қалауларыңыз бойынша мен өзім үйреніп қалған, мен бір 10 сантиметрде ала беремін. Кейін ұзын болып бара жатса, бұны қысқарта беремін. Әдеттегідей менің құралым. Оны аламындағыны мынау мен кесем. Кесіп аламыз. Құралдың көмегімен әдемілеп кесіп аламыз. Цепті кесіп алдым. Цептердің әрқайсында дөңгелектері болады. Осы дөңгелектерге біз енді пынийдің көмегімен моншақтарымызды құралдың көмегімен бірге қойып шығатын боламыз. Тура ол үшін өткенегідей мен аламыз, пынийімізді аламыз. Басына бір хрустальды кіргіземін. Мынау ең бірінші сырғамыз тұр ғой. Сырғамыз ең бірінші тұрған кезде астыңғы бөлігіне біз біреу ғана қадаймыз. Ең бірінші астыңғы бөлігіне біреу ғана қадаймыз. Пынийімізді аламыздағыны қажет мөлшерде қайырып аламыз өзімізге. Қайырылып кеткен пынийдің екінші бөлігін хрустальдарымыздың тесігі үлкен болады. Ішіне қарай кіргізіп жібереміз. Оның ішіне кіріп тұрғаны дұрыс екінші қайтарылған бөлігінің. Себебі ол шығып жақсы ұстап тұруға қажет қой. Ең бірінші бөлігіне қадап біттік. Енді ары қарай екінші, үшінші, төртінші бөліктеріне қадап береміз. Дәл солай қадай береміз. Егерде сырғаңыз өте бұл виноградик деп аталады, жүзім сияқты. Басып кішкентай, былай қарай өсе беретін жүзім сияқты виноградик деп аталады. Біздің әшекей бұйымның аты. Енді бұның мен көбінесе бір тесікке 2 немесе 3 моншақтан қадайым. Егерде сіздер өте томпақ болғаны қаласаңыздар, 4-5-ге дейін қадауға болады. Ал егер жоқ мен нәзік болған қалайын десеңіздер, бір көрініп тұрған тесігіне 2-ден ғана қадасаңыздар болады. Енді әр адамның жаңағы әртүрлі қиялымен жасалынатын дүние бұл, сондықтан да әркім өзінің ойындағыдай етіп көп немесе аз тастарды қолдануға болады.
мына менің алдымда түрлі жаңағы алқалар бар, бұлардың өзін жасауға қанша уақытыңыз кетеді сіздің? Бұлардың өзін жасауға әрқайсысының әртүрлі, кейде 15 минут, кейде 20 минут уақыт кетеді менде оларды жасауға. Егер де сырғасымен, наборымен бірге жасау керек болатын болса, 20-25 минуттай уақыт кетеді. 20-25 минутты қажет ететін дүние. Асығыс кезде. Мына екі түрлі дегенмен екеуін жаңағы араластырып қойсақ, одан да керемет шығады екен. Бірге шығады. Бірге қоюға да болады. Осылай да тағуға болады мінекей. Енді сіздер де дәл осылай біздің хабарымыз арқылы өздеріңіз қалай жасалу жолын көресіздер, сіздер де жасасаңыздар, Ләйлә ханымның қолынан шыққан дүние сіздердің де қолдарыңыздан шығады деген сенімдеміз. Енді біз жақындап қалдық қой, Ләйлә ханым. Иә, міне біз енді тек мына жерге тағы біреуге ғана қадаймыз. Көрдіңіздер ме, мына біреу ең аяғынан бүйтіп келе жатқан өсіп тұрған жүзім сияқты болып шығады. Бұны тағы да толтырсаңыздар, бұл одан сайын толып тұрған жүзім сияқты болып шығады. Жылтырап адамның көзін жалмайды. Әрине. Кез келген құлаққа тағатын застежканы, ілінгішті алатын болсаңыздар, бұның төменгі бөлігі міндетті түрде ашылатын болады мына бөлігі. Қолыңыздағы инструменттің көмегімен мына керекті мөлшерде құлаққа тағатын ілгішіміздің төменгі бөлігін ашып аламыз. Ашулы тұрған бөлікке мына жерден біз жасадық қой жаңағы алқамыздың, мына жерде сырғамыздың міне ілеміз, ең соңғы келген шынжырын үйіп тастаймыз. Міне ілінді пісе. Қайтадан жауып қайтып бекітеміз дегені. Мына ішінен ілінгіп көрсетпей үстеу үшін ана ішінен қайтып кіргізіп баста етіп бекітеміз дейсіз ғой. Баста етіп бекітеміз, ішіне кіргіземіз. Міне біздің бір сырғамыз дайын болды. Мінекей нәзік сырға шыға келді, дайын болды. Енді біз бұның екінші бөлігін жасамай тұрып, біз қолымызға тағатын браслетті көрермендерге қалай жасалу жолын бірінші кезекте көрсетсек деп отырмын. Өйткені біздің сырғамыз көрермендерге түсінікті. Енді бірақ қолға тағатын білезік тура осылай технологияда жасалады, бірақ бір ескеретін жағдай. Енді әркім өзінің сіздерге ең дұрыс әдіс, өздеріңіз істер ең алғашында үйде қолдарыңызға өлшеп алған дұрыс. Енді қараңыздар, мен қолға мынанша размерді өлшеп алдым. Демек, мен қазір цебімді мына жерден қырқып тастауыма болмайды. Себебі біз үстіне бұны моншақтар ілгеннен кейін бұл цептің размері автоматты түрде қысқаратын болады. Сол үшін өздеріңіздің қолдарыңызды өлшейсіздер. Мынандай размерде тұрмай, менің білегімнің өлшемі міне мынау тұр ғой. Одан үлкенірек размерде бір 5 сантиметрде, 7 сантиметрде үлкенірек размерде ала беріңіздер. Себебі ол сіздер тас қойған кезде тас үстінен орын алатын болады. Екіншіден, сіз бос орын қалдыра беретін болсаңыз, кейін білезікті сәл бостау қылып, немесе тар қылып та тырыстырып таға берсеңіз болады. Егерде мүлдем ұзын болып артылып бара жатса, біз оны қырқып тастай саламыз. Артылған цептің бөлігін екінші сырғаға қоса саламыз. Сол үшін де размерді алған кезде точно қылып, бірдей қылып, дәлме-дәл размерді алып қоймаңыздар. Қолдың размерін үлкендеу болу керек. Сәл де болса үлкенірек қылып алсақ, біздің жасап жатқан білезігіміз сонда әдемі шығатыны сөзсіз. Енді бұл қазіргі кезде заманауи жаңағы тұрғыда айтқанда мына жасалынған дүниелердің біздің көріп отырған көрермендер бағасы қанша екенін білгісі келіп отырған болар. Жасырын болмаса айта өтсеңіз. Жоқ, оның сондай жасырыны жоқ. Мына тұрғаны бірінші малқа дейді, мойынға арналған, хрустальдардан жасалған, ебелене цеппен. Бұл негізі көбінесе европейка модада жасалған бұл. Енді қазір бұл моданың бәрі қолына біліп, бірақ атауы солай аталған ең басында. Бұл ашекей бұйымның бағасы 1,5 мың теңгеге
алсаңыздар бір болады. жарым мыңға бағалайсыз. Иә, 1,5 мыңға бағалаймын. Екінші Енді мына тұрған көрермендердің қалтасы көтереді деген сенімдемін, өйткені бұл қолдан жасалған дүниелердің барлығы қазіргі таңда өте қымбат. Бірақ Ләйлә ханымның жұмыстары олай байқалмайды. менің Бірақ жұмыстарым дегенмен де, иә, әдемі, жасалу жолы да, бағасы да көңілге қонымды екен. Екінші тұрған бұйым ол 3000 теңге, себебі ол да бізде натуральный тастардан жасалған, арасында натуральный тастар көптеп қосылған ол тастың арасында. Негізі основасына мен негізі өзімнің заттарыма әркез әртүрлі, бірақ көбінесе мен арзан баға қоямын, себебі халықтың қалтасына тиімді болса екен, қанша қыз-келіншектер қолы жетпей отыр осындай әшекей бұйымға деп. Бірақ негізі қолөнер бұйымдары өте қымбатқа бағаланады. Әрине. Оны 3000 теңгеге сатып алсаңыздар болады. Одан кейінгі тұрған әшекей бұйым, ол тура мынау іспеттес, осы технология жасалған, ол тоже 1,5 мыңға сатылады. Оның да бағасы 1,5 теңге. Мінекей, 1,5 теңгені сыртқа шығарғанша қымбатты көрермен. Дәл осылай өздеріңіз жасасаңыздар, 1,5 теңге өздеріңіздің қалталарыңызда қалады дейміз. Енді біз әрмен қарай жалғастырсақ, біз жақындап қалдық. Жартысына келіп қалдық уже міне. Қолда тұрған кезде міне былайынан көрініп тұрады. Мен уже жартысына келіп қалдым. Енді ары қарай жасай береміз. Міне қыздар, біз өзіміздің әдемі әшекей қолданылған білезігімізді жақындап қалдық. Міне менің қолымды түгелдей орап тұр білезік. Мен тек мына жерде кішкене екі артығымен қадайын. Сосын ең соңында білезігіміздің қадалатын жерін көрсететін боламын. Мен енді қадап біттім. Екі жағынан да осылай сіздерде орын қалады. Бұның бір жағын кішкентай ғана міне біреу, екеу, үшеу, немесе төртеу-ақ қалдырыңыздар жағынан, бір жағын қырқып тастаңыздар. Бұл бізде артық дейсіз ғой. Бұл бізде қадалатын жағы. Міне, мына жағы ұзын болады. Бір шеті ұзын, бір шеті қысқа болу керек. Иә, бір шеті ұзын, бір шеті қысқа. Себебі біз қысқа шетіне, қысқа жағына біз арнайы ілмегін, арнайы кәдімгі ілмек бар. Ашылып жабылатын. Кез келген үйдегі моншақты алқамызда бәріміз қалып қояды ғой. Ашылып жабылатын. Соны аламыз біз. Мына құралдың көмегімен, жаңа біз екінші жағын қысқа қылып алып қалдық қой. Құралдың көмегімен мына жерді сәл кесіп, дәуітіп аламыз. Себебі біздің қадайтын застежкамыз кіру үшін. Міне, біз бұны дәуітіп алдық, бақылап ашып алдық. Егер де ашқыларыңыз келмесе, бұл жерге арнайы каечка деген кішкентай ғана дөңгелектер сатылады. Соның көмегімен ол кез келген фурнитура магазинде бар, барлық фурнитура магазинде бар, каечка десеңіздер сіздерге береді. Сол да осылай өзі ашылып жабылады, соның көмегімен де қадауға болады. Мен аны тағы да сәл ашып алайын. Көрініп тұру үшін міне ортасы ашылды. Мен мынаны кіргіздім қадайтын құралымды. Енді қайта жақсылап бекітіп аламыз. Енді қайта мына жердегі екі құралдың көмегімен бұны қайтадан бекітіп аламыз. Міне біздің бірінші қолға тағатынымыз дайын. Мен енді Айда ханымның қолына көрсетейін. Келіңіз. Менің негізі мынаны шешіп қояйын. Міне көрдіңіздер, мен мына жағын артық қалдырған себебім кез келген уақытта қысқартып болсын, үлкен көлемде болсын таға бересіздер. Міне артылған бөлімі осылай артылып тұрады. Егер де жоқ бұл артылмасын десеңіздер, өз қолдарыңызда осылай өлшеп біткеннен кейін былайынан қырқып тастасаңыздар да болады. Әркім қалауы әртүрлі. Енді мен егер де мына жағы артылып қалсын десеңіздер, мен тура Айда ханымның қолында тұрып көрсете салайын. Қолыңызды былай түсіріп тұрыңыз. Мына жері аяқталмай қалған әшекей бұйым ұқсап тұр. Аяқтап жіберу үшін ең соңынан бір мынандай пенниді аламыз, ішіне кіргіземіз. Үстеміздегі ең соңғы тұрған мына жерге біреуін ғана кіргізіп қоя саламыз. Сонда әшекей бұйымымыз біздің өте әдемі көрінеді және толық аяқталғаны білініп тұрады. Мінекей, расында әдемі көрініп қалды. Тек бір ғана жөмшіктің арқасында осылай әдемі әшекей бұйымды аяқтап жіберуге болады. Әдемі әрі сәнді көрінеді екен. Қарасаңыз көздің жауын алатын сөзсіз ғой. Мінекей, және де бір сырғасы, біз бір ғана сырғаны жасап көрсеттік. Бұл бағдарламада біз тек жасалу жолын қалай жасалу керектігін сіздерге түсіндіріп көрсетеміз.
Енді мақсат бірдей екі сырғаны жасау емес, дегенмен де қалай жасалу жолын үйренсеңіздер, бізге ол қуаныш деп білеміз. Енді қымбатты көрермен, бүгінгі бағдарламада біз сырға және браслетті жасап көрсеттік сіздерге. Енді келесі бағдарламада біз дәл осы моншақ тастардан жасалынатын балалардың, яғни қызығушылығын арттыра түсетін түрлі ойыншықтарды жасап көрсететін боламыз. Әрине, ол үшін Ләйла ханымның көмегі бізге ауадай қажет болады. Алдағы уақытта Ләйла ханым сіздерге түрлі балаларыңызға арналған ойыншықтардың қалай жасалу жолын көрсетеді. Енді бұл таңдаусыз деген хабары тек біз сіздерге кеңес береміз және жасалу жолын көрсетеміз. Қандай дүние жасаймын десеңіз де, мына таңдау сіздердің еріктеріңізде.